Сондықтан жұмыс істеу керекпіз, өзіміз іздену керекпіз. Бағанағы республикалық бюджеттен тәуелдігімізді азайту керекпіз. Одан бөлек бағана инвесторлерге қарсы шықпаңыздар. Келіп жатса оның бәрін қолдап, үйреніп, біз соны ары қарай жұмыс істеп алып кету керекпіз. Одан бөлек бағана жолды сұрап жатсыздар, тағы бағанағыдай су, газ сұрап жатқандар бар. Оның барлығы біздің міндет, оны біздің қаржыға байланысты, экономикалық жағдайға байланысты оның бәрін біз істейміз. Бізде қазір жасаған жобаларымыз қаржыландыруға мүмкіншілігімізден жоғары. Су саласы бойынша, газ саласы бойынша, бағанағы сіздер айтып отқандай спорт саласы бойынша барлығында бізде дайын жобаларымыз тұр. Просто қаржы болмағаннан кейін бағана сіз айтқандай қаржыландыра алмай отырмыз. Ал бірақ сіздерді мен осындай кездесуде айтып отырмын, сіздерді міндеттеме алу керексіздер. Әрбір көшеге асфальт саламыз ба, сол көшені турлап, актеп, краскілеп отырыңыздар. Көп жерлерде, Кентауда онша жаман деп айта алмаймын, бірақ мусор тастайды. Ол мусор көбейген сайын біз ол мусор тастайтын жәшікті көбейтеміз. Оған тағы бюджеттен қаржы кетеді. Мусор тастау үшін жылман жылға біз бюджет тағы да көбейту керекпіз. Ең болмаса сол тазалық жағын, мусор тастамайтын сол жағынан бізге көмек беріп отырсаңыздар, біз содан үнемдейміз ақшаны. Бағана сіздер сұрап отқан неге бағыттарға беріп отырамыз. Нысандар соғамыз, тағы басқа қыламыз.